Құрметті қауым, бүгін біз батырлық пен ерліктің асқақ руын еске алып, жүректен шыққан шынайы ризашылығымызды білдіру үшін жиналып отырмыз. Ерлік тек қана майданда емес, ол отан үшін жанын пида еткендердің қасиетті мұрасы. Ол отан соғысында, тарихи кезеңдерде және бүгінгі бейбіт өмірде ерен еңбек еткен ерлеріміздің есімін мәңгі сақтау біздің парызымыз. Батыр ел үшін туады, ел үшін өледі деген халық даналығы. Бүгінгі тәуелсіз, бейбіт Қазақстан солардың жарқын жемісі. Батырлар рухы алдында мәңгілікке бас иеміз. Мен батырдың ұрпағымын. Менің тамырымда отан үшін от кешкен жауынгерлердің қанағаны. Менің жүрегімде ерлік пен елдікке деген мақтаныш лүпілдейді. Бүгін мен еркін елде тыныш өмір сүріп жатсам, бұл менің аталарымның, бабаларымның арқасы. Ол соғысты көрді. Ол оқ пен оттың арасында жүріп, осы күнді армандады. Міне, сол арман қазіргі біздің шындығымыз. Біз ол кезде жас едік. Білмей тұғын майданда, Сырдария үстінде салушы едік сайранда. Көп буалдыр, жер тұман. Майдан жолы шартарап, шеру тартып жөнелдік, халық кегін арқалап. Түгел емес тобымыз, ортамызда жоқ достар. Құрмет үшін солардың тұрыңызда жол.